Қайырлы күн. Бүгін өте дәмді болатын осындай бананды чизкейк дайындаймыз. Бізге қажетті бір жұмыртқа, еріген 150 грамм сары май, жақсылап араластыра отырып, 240 грамм қантымызды саламыз. Барлығын қосып араластырамыз. 7 грамм ұн қопсытқыш, 45 грамм қаймақ араластыра отырып, ұнымызды саламыз. Ұнымыз 350 грамм болуы тиіс. Барлығын осындай лопатаның көмегімен араластырамыз. Қолымызбен біріктіріп, осындай жұмсақ масса шығарамыз. Пакетке салып, 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Начинкасына келетін болсақ, мен қатты пішкен 3 бананды таңдадым. Тәтті болу үшін 200 грамм қантымызды қосамыз, 400 грамм қаймағымызды қосамыз, 1 жұмыртқамызды қосамыз, 2 ас қасық кукурузный крахмалды қосып, жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық краситель қолдандым, әдемі түс беру үшін. Қалауларыңыз бойынша қолданбасаңыздар да болады. Мұқият барлығын араластырамыз. Қамырын оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайсаңыздар болады. Мен қолыммен формаға жайып салдым. Начинкасын құямыз, қолымызбен бортигін жасап шығамыз. Қызып тұрған пеште 100-130 градуста 1-1,5 сағат пісіріп аламыз. Чизкейк піскесін пештен бірден алмаймыз. Пеш суығасын алып, 2-3 сағат холодильникке қоямыз. Ас болсын.